Саламатсыздар құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыз үдеу және Ньютонның заңдары деп аталады. Ньютонның заңдарын қайталап жіберейік. Бірінші заңы инерция деп аталады. Инерция. Егер күш әсер етпесе, ол заттың жылдамдығы бір қалыпты тұрақты болады, немесе нөлге тең болады. Yani бір орында тұрады. Екіншіден, Ньютонның екінші заңы. Ол күш массаның үдеуге көбейтіндісіне тең. Немесе үдеу күшке пропорционал және массаға кері пропорционал. Масса инерттілік деп аталады. Yani масса неғұрлым ауыр болса, соғұрлым үдеу азырақ. Сосын кез келген күштің кері әсер ететін күші болады. Векторлы түрде жазғанымыз ғой. Енді мынандай бір есеп болсын. Бізде егер арбаны 5 ньютонмен тартатын болсақ, арба 0,2 метр секунд квадрат үдеумен жүреді. Тура сол арбаны біз қандай күшпен тартсақ, бұл арба 2 метр секунд квадрат үдеумен жүретін болады. Үйкелісті ескермеңіз дейді. Трение деген үйкеліс. Ескермей қоямыз. F1 тең болады m(a1). Яғни масса F1 бөлінген A1-ге тең. Екінші жағдайда F2 бөлінген A2-ге тең. Осы жерден F2 неге тең екен? F1 5, A2 ол 2 және де A1 0,2. Демек 50 ньютон. Екінші жағдайда массасы 1 килограмм дене 98 ньютон метр қатаңдығы бар серіппеге ілінген дейді. Егер серіппенің созылмаған халдегі ұзындығы 0,2 метр болса, оның осы ілінген кездегі ұзындығы неге тең дейді. Ілінген кезде оған әсер ететін күш ауырлық күшіне тең. mg тең болады k L1 азайтылған L0. Яғни m 1-ге тең, гравитация 9,8 бөлеміз k 98-ге тең болады L1 азайтылған L0 0,2-ге тең. 9,8 98-ге бөлетін болсақ, ол 0,1-ге тең болады. Демек L1 бізде 0,3 метрге тең. Енді егер бұлар бізде осы дене серіппемен бірге жоғары қарай бағытталған лифттің ішінде болатын болса дейді. Онда бұған қосымша төмен қарай инерция күш әсер етеді. Yani өзіне ауырлық күш әсер етеді. Соған қосымша үдеуге қарама-қарсы бағытта инерция күш әсер етеді. Сонда бұл K L2 азайтылған L0. Сонда бізде K L2 азайтылған L0 тең болады неге? mg қосылған A. Демек L2 тең болады L0 қосылған mg қосылған A бөлінген K. Yani бұл 0,2 қосылған 1 килограмм. 9,8-ге 4,9-ды қоссақ қаншаға тең? Так, 14,7 бөлінген 98. Так. Кейін бөлетін болсақ, мынау 10 болса, мынау 1,5 болады. Яғни 0,115, демек 0,135 метр болады. Так, келесі. Летчик космонавттың, ұшқыш космонавттың массасы 80 килограмм болатын болса, ол жер бетінен 15 метр секунд квадрат үдеумен қозғалып бара жатқан ракетада салмағы неге тең болады дейді. Жоғары А-мен қозғалып барады. Сонда мынаның несі? Салмағы тең болады неге?
mg қосылған ma. Яғни 800 қосылған 80 көбейтілгеніміз 1200. Бұнікі 2000 ньютон болады екен. Ал егер бір дене көлденең бетте орналасқан, және оған 100 ньютон күш әсер етіп жатыр. Сонымен қатар бұл денеге үйкеліс күші де әсер етеді. Оның үдеуі неге тең дейді. Біз үйкеліс күшінің шамасын білеміз, ол кіші немесе тең мю n-ге болады. Ал бұл жерде n бізде неге тең? Реакция күші ауырлық күшіне тең. Яғни мю mg-ді бір есептеп алайық. 0,2 көбейтілген 5 көбейтілген 10 тең болады қаншаға? Так, 10 ньютон. 10 ньютон 100 ньютоннан кіші. Демек бұл максималды үйкеліс күші болады бұл жерде. F азайтылған мю mg жалпы күш m-ға тең болады. Сонда үдеу бізде неге тең? Яғни 100-ден 10-ды айтсақ 90, 90-ды бөлеміз 5-ге, яғни 118 метр секунд квадрат болады екен. Келесі есепте 4 жіп ілінген, осы дененің үдеуі неге тең дейді. Біз енді вертикалды күштерден мынандайды таба аламыз. Т4 асты қарай ауырлық күш әсер етеді, және де Т3 әсер етіп отыр. Сонда ауырлық күші неге тең екен? Т4 азайтылған Т3-ге тең. Енді бұлай қарай А үдеуімен қозғалсын дейік. Сол кезде бізде Т2 азайтылған Т1 тең болады МА-ға. Үдеуі неге тең екен? Т2 азайтылған Т1 бөлеміз масса. Масса бізде Т4 азайтылған Т3-ге тең, көбейтеміз гравитация. Келесі есепте 12 ньютонмен әсер етіп жатыр. Біріншіден үдеуді табыңыз дейді. Екіншіден бұл жерде әсер етіп жатқан күшті табыңыз дейді. Бұл n деген күш әсер етіп жатыр. Екі денені жеке алып күштер диаграммасын сызамыз. Бірінші денеге F азайтылған n әсер етіп жатыр. Сонда F азайтылған n тең болады m1. Екіншіге қарайтын болсақ n тең болады m2. Немесе бұлай жазсақ та болады. F жалпы сыртқы күш, мына жерде мынау n ішкі күш өз-өзін жойып жібереді ғой. Сыртқы күш бізде m1 қосылған m2-ға тең. Сонда үдеу бізде неге тең? 12-ні 4-ке бөлеміз, 3 метр секунд квадратқа тең. Ал енді бұл қозғайтын күшіміз бізде m2-ға тең. Яғни m2 3-ке тең, 3-ке бөлген 3 9 ньютонға тең екен. Келесі бұл жердегі керілу күштерінің қатынасын табыңыз дейді. Т1 бұлай қарай созып жатыр. Бұлай Т1. Төмен қарай мына жерде m2g бар, мұнда m1g бар. Мұнда Т2 бұлай төмен тартып жатыр. Мұнда Т2 жоғары тар. Жалпы жүйе А үдеуімен қозғалып жатыр дейік. Мұнда жазайық. Ең жоғарғы зат үшін мынандай үдеу болады. Мынандай теңдеу болады. Ортаңғы затқа Т2 қосылған m2g азайтылған Т1 тең болады m2. Сосын соңғысына m1g азайтылған Т2 тең болады m1a. Немесе жалпы бұл жердегі сыртқы күштер бізде m1 қосылған m2g тартып атқан күштер, ал массалар m1 қосылған m2 қосылған m3a деп жазсақ та болады. Бұны осы үш теңдеуден шығарсақ та болады, немесе сразу сыртқы күш жалпы масса көбейтілген үдеуге деп жазсақ та болады. Енді осы жерден үдеуіміз неге тең? m1 қосылған m1 дегеніміз 2 кг, m2 4 көбейтілген гравитацияны 10 деп жазайық. Жалпы массамыз бізде 5 болады екен. Бұл 8 метр секунд квадратқа тең екен. Т1-ді
таба аламыз. Т1 бізде М3, яғни 1 көбейтілген 8, яғни 8 ньютон болады. Т2 бізде М1G, ол 20, азайтылған М1А 16, 4 ньютон. Значит, Т1 бөлінген Т2, 8 4-ке бөлсек 2 болады екен. Келесі күште цементтің массасы 50 килограмм. Шкифтің массасы 2 килограмм. Осы екі жүйе, осы жүйе 2 метр секунд квадратпен жоғарыға көтеріліп бара жатыр. Сонда F күші неге тең дейді. F деген күш мына жіптің бойымен әсер етеді. Жіп бізде созылмайтын болғандықтан бұл жерде күш бізде бүкіл жерде бірдей болады. Созылса да бірдей болады, тек массаға қарай өзгереді ғой. Онда міне қараңыздар, астыға қарай бізде 52 килограмм 520 ньютон әсер етіп отыр. Сонда 2F азайтылған 520 тең болады жоғары қарай 52 килограмм 2 метр секунд квадратпен көтеріліп барады. 2F тең болады 520-ға 104 қоссақ 624. Демек күшіміз біздің 312 ньютонға тең екен шамамен. Келесі есепте осындай екі денені бір-біріне қыстырып тұр. Араларында үйкеліс күш әсер етіп жатыр. Үдеуін табыңыз дейді. Енді М1 М2-ден үлкен, сол үшін М1-ді қарастырайық. М1 деген денеге жоғары қарай Т әсер етсе, төмен қарай ауырлық күш әсер етеді. Және де былай F әсер етіп жатқандықтан бізде қозғалыс бағытына қарама-қарсы жаққа қарай мю F деген үйкеліс күш әсер етіп жатады. Сонда М1G азайтылған Т азайтылған мю F. F дегеніміз бізде реакция күшіне тең, сол үшін үйкеліс күші естеріңізде ме? Күшіне тең мю N ғой. N-нің орнына F-ті қоямыз. Сонда М1А. Мынау бірінші денені теңдеу. Екінші дененің күштерін сызайық. Т, М2G, F. Жоғарыға қозғалып жатқандықтан төмен қарай үйкеліс күш әсер етеді. Сонда бұның Т азайтылған мю F азайтылған М2G тең болады М2А. Үдеуді табыңыз дейді. Осы екеуін қоссақ, екі теңдеуді бір-біріне қоссақ, біз керілу күшінен құтыламыз. Сонда М1G азайтылған М2G азайтылған 2 мю F тең болады М1 қосылған М2А. М1 0,1, яғни 1 болады, азайтылған 50 грамм 0,5 болады, азайтылған 2 көбейтілген 0,1 тең болады 0,15 А болады. Так, 1-ден 0,15 болады. 0,3 бөлінген 0,15 тең үдеу. Үдеуіміз біздің 2 метр секунд квадратқа тең екен. Келесі есеп. Осында М және де 4М. Яғни мынау 5 килограмм, мынау 5 килограмм, 20 килограмм массалар бар. Және де мына жерде үйкеліс күштері бар стол бетінде. Осы Т1-ді және Т2-ні табыңыз дейді. Енді бұл жердегі бүкіл күштерді көрсетейік. Төмен қарай 200 ньютон әсер етеді. Бұлай қарай бізде үйкеліс күш әсер етеді. Бұлай үйкеліс күш әсер етеді. Mg, N және де N. Жақсы, енді бұл жерде ең соңғы денеге Т1 азайтылған үйкеліс күші ол мю Mg болып кетеді. Тең болады Ma. Ортаңғы денеге әсер ететін күштер Т2 азайтылған Т1 азайтылған мю Mg тең болады Ma. Ең төменгі денеге 200 азайтылған Т2 тең болады
4ma. Дәрінен 4mg деп әріппен жазайық. Немесе денеге жалпы әсер ететін сыртқы күштер неге тең? Так, жалпы масса 6ma тең болады. Сыртқы күштер бізде 4mg. Ал мына келіс күштер ішкі күш болып саналады. Сонда 2 μmg болады. Сонда үдеуіміз біздің неге тең? M'дер қысқарады. 4g 40 азайтылған 2 көбейтілген 3 6 бөлінген 6. Сонда 34-ті бөлеміз 6-ға. Енді T1 неге тең? μmg 0,3-ті көбейтеміз 50-ге 15 қосылған ma 5 көбейтілген үдеу точно осыған тең ба? Әділмен тексерейік. 2 көбейтілген 0,3 2 көбейтілген 3 6 40 34 бөлінген 6 шамамен неге тең? Калькулятормен табамыз. Так, 34-ті көбейтеміз 5-ге бөлеміз 6-ға қосылған 15 тең болады 43. Шамамен 43,3 ньютон. T2 неге тең? T2 ол 4mg 4 көбейтілген 50 200 азайтылған 4 көбейт. Так, 20 34 бөлінген 6 200 азайтылған 20 көбейтілген 34 бөлінген 6 86,7 болады екен. Егер қателеспесек, барлығы нормально болса, осылай болу керек. Так, келесі есеп. Бұл есеп бірталай қиын есеп. Так, мына біздің суретте М және де үлкен М деген массалар берілген. Бұл жерде осы қозғалатын блок, мына блок. Осы блоктың үдеуі неге тең деген сұрақ берілген. Так, бізде мына жерде Т деген. Так, Т1 болсын. Мына жерде не әсер етеді? Т2. Мына жақта Т1 әсер етеді. Мұнда Т2 әсер етеді. Мына жерде бізде mg. Мына жақта бізде кішкене mg және де мына жерде бізде mg әсер етеді. Сонымен қатар тактіні жазайық. Біз мұнаның үдеуі, мына екеуінің үдеуі бірге болады ғой. Оны A1 деп белгілейік. Мұнаның үдеуі бізде A2 болсын, мұнаның үдеуі бізде тоже A2 болады, тек жоғары қарай. Так, мұнаның минус A2 болады. Жарайды, бұлай жазайық. mg азайтылған 2T1 тең болады ma1. Бірінші дене. Екінші денеде қанша болады? T1 қосылған mg азайтылған T2 тең болады ma2. Үшінші дене, ол как будто жоғары қозғалады деп алып отырмыз, мына екеулер төмен болса. Ода уже T2 азайтылған үлкен mg тең болады ma2. Бізде қанша белгісіз бар? T1 бар, T2 бар, A1 бар, A2 бар. 4 белгісіз, 3 теңдеу ғана бар бізде. 4-ші теңдеуді жіптің сақталу заңынан аламыз. Жіптің ұзындығының сақталу заңынан аламыз. Сондай заң бар, балалар. Ал енді мына жаққа салыстырмалы түрде жіптің ұзындығы көп өзгермейді. Онда жіптің, біз
Мына жердегі жіптің ұзындығы тоже өзгермейді. Соны алайық, қарастырайық. Мына L неге тең? Бұл координаталарымыз біздің мынау x1 координатасы болсын. Мынау x2 координата, мынау 0 координатасы болсын. Сонда ұзындығы бергі жағынан x1. Мына бөлігі басқа қарамен белгілейік. Мынау бізде x1 болады. Мына жағы енді қалды. Бұл жағы бізде x1 азайтылған x2 болады. Бұны қосамыз. Қосылған x1 азайтылған x2. Бұл жіптің ұзындығы неге деген? 2x1 азайтылған x2 деген. Бұл жіптің ұзындығы уақытпен өзгермейді. Демек, 2 дельта x1 азайтылған дельта x2 тең болады 0-ге. 2 дельта x1 тең болады дельта x2-ге. Дельта x1 неге тең? a1 т квадрат бөлінген 2-ге. Дельта x2 a2 т квадрат бөлінген 2. Демек, олар өздерге пропорционал екен. Онда осы жерден біз мынандай теңдеу шығарамыз. 2a1 тең болады a2-ге. Енді осыны орнына жазайық. Мына екеуін қосып жіберіп, жаңа бір теңдеу шығарайық. Уақытша. Т1 қосылған G азайтылған mg тең болады. M қосылған m a2. Сонда бізде Т1 неге тең? Т1 ол m қосылған m a2 қосылған mg азайтылған mg. Ал жоғарыдағы теңдеу бойынша mg азайтылған ma1 бөлінген 2-ге тең. a2-ның орнына 2a1-ді қояйық. Сонда бұл теңдеу қалай болады? Мына жаққа қарай біз 2-ні береміз. 2 көбейтілген 2a1 m қосылған m қосылған m минус mg тең болады mg азайтылған ma1. Мынаны бұлай қарай жіберейік, мынаны да бұлай қарай жібереміз. Сол кезде 4 ma1 қосылған 4 ma1 қосылған ma1 тең болады 2m азайтылған mg. Бұнда a1 неге тең? 2m азайтылған mg бөлінген 5m қосылған 4m. a2-міз біздің 2 көбейтілген a1-ге тең. Сонда 2 көбейтілген 2m минус mg бөлінген 5m қосылған 4m болады. Біздіңге ең соңғы есеп m1 мен m2 берілген бізде. Біз мына жерден t1 мен t2-лерді табуымыз керек, және де үдеулерді табуымыз керек. Мынау t1 болсын. Сөзде мынау t1, ал мына t2 2 t1-ге тең болады бізде. Себебі мынаның несі жоқ қой. Массасы 0-ге тең. Басқаша вариант жоқ, бұл жақ тең болу керек бір-біріне. Мынау 2 t1, мынау да m2g, мынау a2 мен қозғалсын. Мынау да t1 мен тартып атыр, мынау да a1 мен қозғалсын. Сонда t1 тең болады m1a1, ал m2g азайтылған 2 t1 тең болады m2a2. Енді мына жерде жіптің сақталу заңы деген естеріңізде ғой, солымен шығарамыз балдар. Мынаны біз x0 деген координатаға алайық. Мынау бізде x2 координатасы. Мынау бізде x1 координатасы. Сонда жіптің мына жақта ұзындығы x2 болады. Мына жақта ұзындығы не болады? x2 азайтылған x1. Жіптің ұзындығы жалпы неге тең? 2x2 азайтылған x1. Жіп уақытпен ұзындығы өзгермейді. 2 дельта x2 тең болады дельта x1. 2a2 тең болады a1-ге. Осыны үшінші теңдеу ретінде жазайық. a2 азайтылған a1. 2a2 тең болады a1-ге.
Так, енді бұнда біз бірінші өтеулер табуымыз керек. T1 тең болады неге? M1 A2 көбейтілген 2 тең болады. M2G азайтылған M2 A2 бөлінген 2. Сонда бұл жерден 4 M1 A2 қосылған M2 A2 тең болады M2G. A2 тең болады M2G бөлінген 4 M1 қосылған M2. A1 бізде 2 көбейтілген M2. Бізде T1 неге тең? Ол M1 көбейтілген A1, 2 M1 M2G бөлінген 4 M1 қосылған M2. Ал T2 бізде 2 T1-ге тең. Демек ол 4 M1 M2G бөлінген 4 M1 қосылған M2. Сандарды өздерін қоймайды. Сонымен сабағымыз бітті.